2019 жылдың 17 шілдесінде Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде физика, математика және информатика институтының ұйымдастыруымен 1975-1979 жылғы түлектердің 40 жылдық кездесу өтті. Айтулы шараға университеттің бірінші проректоры Мақтағали Әбдімәжитұлы Бектемесов, оқу ісі жөніндегі проректор Сәтмірзаев Асан Адаспекұлы, Ұлағат баспасының директоры Манарбек Ешмұхаметұлы Ізбасаров және 50-ге жуық түлектер қатысты. Кездесуді түлектер қауымдастығының атқарушы директоры Нұрбатыров Болатбек Боданұлы ашты. Құрметті түлектер, әрине сіздердің келгендеріңізге біз қуаныштымыз. Қайта қауышу қара шаңырақпен жастықтарыңызды еске алып бір үлкен серуен жасап, қазірдің өзі физматтан қайтып келе жатсыздар. Мерекелеріңіз басталуымен, ал енді бізден осы бір жыл бұрын университетіміздің ректоры Тахриус Османұлының қолдауымен университетімізде түлектер қауымдастық орталығы құрылған болатын. Бір жылдық жұмыс жүріп жатыр және осы жұмыстың арқасында бізде былтырғы жылы университетіміздің 90 жылдық мерекесіне байланысты университетімізде түлектердің форумы өтті. Форумның өзіне 500-ден аса түлектер қатысқан еді. Содан бері биылдың өзінде міне бір айдың көлемінің ішінде 200-ге жуық істермен қосқанда түлектер бас қосып отыр. Оның өзі қайта қауышу, қайта біздің болашақ, біздің мамандарымызды, болашақ біздің ұстаздарымызды тәрбиелеу үлкен үлесін қосатыны мәлім. Ал енді бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын деп отырып, сіздер енді университетіміздің 90 жылдық мерекесімен және біз сіздердің 40 жылдық мерекесімен пара-пар қатар келіп отыр. Үлкен мерекеде бас қосып отырсыздар. Ойлаймын, әр 95-100 жылды ары қарай жалғаса берсін сіздердің де мерекелеріңіз. Қатар жүріп, бастарыңыз аман, осындай топтарыңызбен ажыраспай мерекелеріңізді тойлау берулеріңізге біздің университеттің атынан тілектеспін. Сонымен қатар университеттің бірінші проректоры Мақтағали Әбдімәжитұлы Бектемесов сөз сөйлеп, түлектерді 40 жылдықтарымен құттықтады. Қайырлы күн, құрметті әріптестер деп айтуға, себебі сіздер осыдан 40 жыл бұрын осындай өмірге білім мен ғылым оқыту, ағарту саласының маманы болып шықтыңыздар. Енді бүгін таңда ойлаймын, бұл бірінші сіздердің қалап алған мамандықтарыңыз өмірге азық болып, қалай шәкірттерді өсірді деп. Енді университеттің осы бүгінгі жайында келетін болса, ол өздеріңіз естіген шығарсыздар. Былтыр 90 жылдық мереке тойын жасағанбыз. Сол кезде 450-дей осындай біздің түлектердің басын қосып, жаңағы айтқан біздің түлектер қауымдастығын құрдық. Содан бері осы түлектердің осында оған дейін де жиналып жүрген болғанымен, осында кішкене жүйелі түрде жинап, осындағы университеттің жаңағы институттың басшыларымен бірге кездесіп, осында бір музейіміз бар, тағы не жетістік бар, соны ақпарат беріп, үйге кіргенде халықтан сөз бар ғой, құр шықпасын дегенде, құр шықпасын дегенде, бет әлпетіміз көрсек дегенде жүйемен бастап жатырмыз. Бұл жақсы нәрсе. Кездесулеріңіз жақсы болсын. Университетте енді келіп сондай уақыттарды жинап бөліп келгендеріңізге мыңда бір рахмет. Шәкірттеріңіз болса, біздің осы университетте есігі ашық. Жетістіктерін қазір қолөнер жағынан басқа жетістіктерін қазір музейдің тағы көресіздер. Сіздерге денсаулық тілейміз. Алғашқы сіздердің буындарыңыз былтырғы 50 жыл дегенде сіздерде 50-60 жылдарыңызды осындай бас қоса бересіздер, осындай түгелдік бола бересіздер. Жүздеріңіз әлі осындай педагог екенін көріп тұр. Сәтті болсын. Шара барысында түлектер оқу жылдарын еске алып, естеліктермен бөлісіп, бір-біріне деген сағыныштары мен ыстық ықыластарын білдірді. Түлектерге университет тарапынан сыйлықтар табыс етілді. Сондай-ақ 40 жылдыққа арнайы бірлесіп шығарған кітаптарын таратып, мәре-сәре болды. Кездесу соңында жиналған қонақтар музеймен танысып, кеш әрі қарай жалғасын тапты.